Қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді әрі пайдалы номері 5-ші емдік диетаға арналған және дұрыс тамақтануға арналған диеталық суп дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенемін. Бізге ол үшін сәбіз, асқабақ және брокколи қажет болады. Ыдысымызға суымызды құйып қайнатып аламыз. Қайнағаннан кейін сәбізімізді саламыз және сәбізімізді 15 минут бойы бұқтыратын боламыз. Сәбізіміз 15 минут қайнағаннан кейін оның үстіне ұсақтап бөлінген асқабағымызды салатын боламыз. Жалпы бұл емдік диетада өте ас қорыту жүйесіне өте жеңіл сіңетін суп болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар бұның ішінде көптеген дәрумендер, макро, микро элементтер көптеп кездеседі. А дәрумені және сульфорапандар және асқабақтың құрамында кездесетін көптеген дәрумендер бар. Біздің асқабағымызды 10 минут пісіріп аламыз. Міне осылай қайнап пісетін болады. Содан кейін алдын ала брокколимізді тұзды суға салып, оны төгіп, брокколимізді де асқабақтың үстіне орналастырамыз және брокколимізді 9 минут қайнататын боламыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Осылай біздің супымыз пісті. Піскеннен кейін артық мөлшердегі суды алып тастаймыз. Алып тастағаннан кейін блендердің көмегімен супымызды жақсылап езетін боламыз. Біздің пюреміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менің YouTube каналым дамуы үшін міндетті түрде лайк, комментарий және кері байланыс жасаңыздар, қуанып қаламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі жолы міндетті түрде көптеген пайдалы видеолар болатын болады. Міне бізде осындай өте дәмді әрі әдемі суп пюре дайын болды. Егер сіздер брокколи жей алмайтын болсаңыздар, оның орнын картошкамен алмастыруларыңызға болады.